Қайырлы күн, әріптестер. Кезек сабағымызды бастаймыз. Құрметті әріптестер, бұл жердегі тоқталатын тақырыптарымыз барлығы да кәдімгі ұлттық бірыңғай тестілеу орталығы бекіткен тақырыптар. Сондықтан өздеріңізбен бірге еске түсіріп қайталайық. Бүгінгі сабағымыз лексика тарауы бойынша неологизм сөздер, термин сөздер және диалект сөздерге тоқталатын боламыз. Баршаңыз білесіздер, неологизм бұл бізде жаңа сөздер. Ғылым мен техниканың дамуына байланысты тілімізге жаңадан келген сөздер тобы неологизмдер. Жалпы осы неологизмдер енді қалай жасалады? Қандай жолдармен жасалады? Қандай жолдармен бұлар жаңа сөздер болып табылады деген секілді мәселеге тоқталатын болсақ, жалпы бұрыннан бар сөзге түрлі жұрнақтардың қосылуы арқылы жаңа сөздер пайда болады. Мысалы, оқу деген бізде баяғыдан бар сөзі, оқу, білім алу деген мағына. Оқулық деген сөз дұрыс жұрнақ жалғану арқылы бұл жерде жаңа сөз жасалып тұр. Көрермен, балмұздақ дегенде жаңағы сөз тудырушы жұрнақтар арқылы жасалған сөздер. Сонымен қоса, жалпы есімдерді жалпы есімге айналдыру арқылы, яғни жалпы есімдер жалпы есімге айналу арқылы жасалады. Келесі бір жолы екі сөзді біріктіру арқылы, яғни кейбір біріккен сөздермен жаңа сөздердің, жаңа түбірлердің, жаңа сөздердің бірігуі арқылы жаңа сөздер пайда болады. Кейбір неологизмдер сөз тіркесінен де жасала беретін болады. Агротехникалық шаралар, жергілікті тыңайтқыштар деген секілді, яғни шаруашылыққа байланысты пайда болған жаңа сөздер. Сонымен қоса, жаңадан енген сөздердің тың жаңа екендігі аңғарылып сезіліп тұрғанда ғана неологизм болады. Бұл мысалға қазіргі біздегі бұл сөздер ептеп жаңа сөздердің қатарынан шығып бара жатыр, күнделікті қолданып жүрген сөздер. Уақыт өткен сайын кейбір сөздер үйреншікті, бұрыннан да бар сөздер секілді болғанда неологизм болудан қалады. Яғни бұл білесіздер, неологизмнің басты заңдылықтары. Яғни неологизм сол уақытта өте бір жаңа ғана жаңағы заманауи техникалардың арқасында келген, немесе түрлі техниканың дамуына, ғылымның дамуына байланысты туған сөздер уақыт өте келе көнеленіп ескілене береді. Солай біздің көнерген сөздеріміздің қатары толығады. Мысалға, жаңағы колхоз, комбайн деген сөздер осыдан бәленбай жылдар бұрын, бірнеше жылдар бұрын жаңа сөздер болған, бірақ та қазір біз оны жаңа сөздердің қатарына жатқыза алмаймыз. Ал енді белгілі бір ғылымның, техниканың, спорттың, жаңағы медицинаның, жалпы өзіміздің қазақ тілінің терминологияларына байланысты пайда болған сөздерді біз терминдер деп айтамыз. Терминдер бір ғана турал мағыналы сөзі, яғни термин сөзден бір сөзінен бір ғана мағына беретін сөзді аңғарамыз. Терминдегі сөздердің басты қасиеті мынадай, яғни термин сөздер мынадай қасиеттерге ие болу керек. Осы заңдылықты есте сақтайық. Ғылым мен техниканың әр саласына тән болуы керек. Термин сөздер дара бір мағыналы болуы керек. Термин сөздердің көпшілігі дүние жүзі тілдерінің бәріне ортақ болуы керек. Яғни сантиметр дегенді басқа жақта да, мысалға сызғышты сантиметрмен өлшейді деген секілді. Яғни бұл бүкіл дүние жүзі бойынша ол тіл, яғни сол терминнің атауы болуы керек. Ол біздің жақта басқа, немесе түргелінде басқа деген секілді болмайды. Термин сөздерді кейде арнаулы сөздер деп айтамыз. Термин сөздер ғылымның барлық саласында кездеседі. Ол біздің қазақ тілі саласында да, математика саласында да, тарих саласында, медицина саласында, кез келген сала дамыған сайын, жаңа технологиялар пайда болған сайын, немесе жалпы белгілі бір атауларға
арнайы қойылған термин сөздер, яғни атаулары, яғни сол сөздердің арқасында, яғни белгілі бір сөздің арқасында біз бір мағыналы сөзді аңғарамыз. Жаңа міне айттық, әдебиет пен өнерге байланыстар, міне роман, театр, филармония, актер деген секілді, иә. Яғни біз өзіміздің саламызда, яғни өнер саласында, әдебиет саласында бұл сөздер мысалы медицина саласында қолданылмайды. Медицина саласындағы сөздер біздің әдебиет, лексика, біздің өзіміздің қазақ тіл саласында қолданылмайды деген секілді. Яғни әр ғылымға өзіне байланысты термин сөздері бар. Термин сөздерін қайталап айтам, тағы да мынадай қасиеттерге ие болу керек, яғни ғылымның әрбір техникасына арналу керек, жеке бір алғанда оның мағынасы болу керек, және көпшілікке жалпы дүние жүзіне түсінікті болу керек. Ол жергілікті жерлерде ғана пайда болатын сөз емес. Диалект сөздер. Диалект сөздерге жалпы бұл жаңағы белгілі бір жерде, аймаққа, облысқа, ауданға, ауылда, яғни тұрғындардың сол тілде, сол ауылдың адамдары ғана, немесе сол бір қаланың адамдары ғана, сол бір мекеннің адамдары ғана қолданатын сөздер екені белгілі. Енді қараңыздар, диалект сөздер жалпы халықтық болып есептелмейді, жаңағы термин сөздер секілді. Себебі олардың әдеби тілде баламасы бар. Енді қараңыздар, осы диалект сөздер осындай үш ерекшелікке байланысты жүзеге асырылады. Фонетикалық ерекшелік, бір дыбысы өзгеше. Тыңда, тыңла деп айтып жатады, кейде құдағай, құдағи деп айтып жатамыз. Мысалға, кейбір өңірлерде құдағай деп айтады. Грамматикалық ерекшелік, қосымшасы өзгеше. Келулі, келді, ұғып алғын, ұғып ал деген секілді. Мысалы, фонетикалық ерекшелікте бір дыбысы ғана өзгеріске ұшырайтын болса, грамматикалық ерекшелікте қосымша өзгеріске ұшырайтын болып тұр. Лексикалық ерекшелік басқа сөзбен аталады. Мүлде мысалға басқа сөз. Ешқандай дыбыстық өзгерістер жоқ, бұл жерде қосымшалар да өзгеріске ұшырамайды, кәдімгідей мүлдем басқа сөз. Мысалы, сым, шалбар, жар, қабырға, қарбыз, жаңағындай басқа жақта оны басқаша айтады, сол секілді, яғни мүлдем басқаша айтылатын сөздерді біз лексикалық ерекшелік, яғни мағына жағынан біз оны түсінеміз. Оның шалбардың сым деп тұрғанын, немесе жардың қабырға деп тұрғанын, там дегенді үй деп айтып жатады кейбір жақтарда, міне сол біз мағынасына қарап түсінетін боламыз. Ал грамматикалық, фонетикалық өзгешеліктер деген, яғни біреуі дыбыстық өзгеріске ұшыраса, ал грамматикалық өзгерістер тұтас қосымша өзгеріске ұшырайтын болып тұр. Ал енді жалпы бұл біздегі белгілі бір кәсіпке, белгілі бір шаруашылыққа, жаңағы белгілі бір саламен айналысатын адамдардың қолданатын сөздері кәсіби сөздер деп аталатыны белгілі. Жалпы енді бұл кәсіби сөздер қолөнершілікке және ауыл шаруашылығына байланысты деп бөлінеді. Екі үлкен салаға бөлеміз кәсіби сөздерді біз. Кәсіби сөздер жаңа қолөнершілікке байланысты туындаған сөздер, мысалы пышқы, араның түрі деген секілді. Ұршық, малдың жүнінен жіп иіретін құрал, ал енді бұл жаңағы тігу, тоқу деген секілді жаңағы ағаштан бұйымдар жасайтын, саз балшықтан бұйымдар жасайтын қол өнерге байланысты туындаған сөздер, сол кәсібіне байланысты қалыптасқан сөздер. Ал енді ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығында біз оны мақта шаруашылығына байланысты сөздер, жүгері шаруашылығына, бау-бақшаға, жаңағы қызылша шаруашылығына, мал шаруашылығына байланысты деп бірнеше ішінара топқа бөлеміз. Құрметті ұстаздар, осымен біздің кәсіби сөздер, термин сөздерге арналған сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.